Ақтөбе облысының әкімінің кабинеті ата-бабасын айыруға арқасында аман қалған. Жаппай тәртіпсіздік кезінде оңдасын Оразалиннің жұмыс орнына ешкім тимеген. Тіпті бүлікшілер табалдырығынан да аттамапты. Мұны әкім тылсым күшке балап отыр. Біріншіден енді менің ойымша Құдай сақтады ма, ата-бабаның аруағы ма, я іштей білетін адамдар сескенді ма, бірақ табалдырығынан аттаған жоқ. Кабинет акима области каким-то образом, наверное, то воля Всевышнего была, не пострадал. Все-таки к тому, что власть сакральна. Митинг басталғалы жұрт көзіне көрінбей кеткен оңдасын Оразалин 2 сағаттық баспасөз маслихатын берді. Бүлінбеген кабинетінен бөлек көтерілістің қан төгіссіз аяқталғанына шүкіршілік етіп отыр. Осы уақытқа дейін қаладан тыс шықпай жұмыс орнында тапжылмай отырғанын айтуда. Аймақта жарияланған төтенше жағдайды тоқтату үшін мемлекет басшысына өтініш жолдаған. Енді бірер күнде облыс әкімдігі ғимаратында қоршау алынып, қазына ақшасына қайта жөнделеді. Ал митинг кезінде наразы топпен кездесуге құлқы болмаған. Есесіне Оразалин қала әкімі Асхат Шахаровты шеруге шыққандармен жүздесуге жұмсадым деп отыр. Ақтөбе облысының басшысы осы қызметке тағайындалған 3 жыл ішінде өтініш айта келген наразы топтың бірде-бірін қабылдамаған екен. Мұны әкім былай түсіндірді. Мен енді 3 жылдан бері осы жерге келгеннен бері өздерін көрген шығарсыңдар, бірде-бір осындай заңсыз әрекетке барып шыққанда жоқпын, түсініктеме бергенде жоқпын. Ол менің принципиалдық ұстаным дедім ғой сізге. Мына заңсыз әрекетке жиналған, заңсыз талап қойған адамдармен заңсыз, бәрі де заңға қайшы келген талаптары, біразының көпшілігі, мемлекетті құлату деген ол заңды, сонда мен сол жерге шығып уәде беруім керек па?